Бұрын жүзеге асса да, Марсқа қону қиын. Бұл миссияға да. Атмосфераның жоғарғы қабаттарынан Марс бетіне жету процесін ену, төмендеу, қону немесе идеал деп атаймыз. Ол мыңдаған қадамдардан тұрады. Миссия сәтті болу үшін олар бәрі мүлтіксіз орындалуы тиіс. Процесс Марс атмосферасынан көп биікте басталады. Жорық сатысы күнге, ал оның антеннасы жерге қарайды. Бірақ саты өз міндетін орындады. Енді ол бізге қажет емес. Келесі қадам атмосфераның жоғарғы қабатына кіруден 7 минут бұрын жорық сатысынан ажырау. Атмосфераға жетпей тұрып, капсула жылу қалқан тура атмосфераға қарап тұратындай етіп бағдарлануы керек. Қызықтың көкесі енді басталады. Аппарат сағатына 21 000 километрдей жылдамдықпен ұшады. Бірақ ол атмосфераға өте кішкентай бұрышпен енеді, 12 градус. Одан сәл көп болса, аппарат атмосфераның қалыңырақ бөлігіне соғылады да өрттеніп кетеді. Сәл аз болса, аппарат атмосферадан кері серпіледі. Атмосфераның ең үстінде Марс бетінен 112 километр шамасында ауа тығыздана, қоюлана түседі. Жылу қалқанының температурасы 1000 градустан асады. Болатты балқытуға жеткілікті. Келесі 2 минутта аппарат 12 жер жиынына баяулайды. 21 000 километр сағаттан 1000 жарымға дейін. Марс бетінен 16 километрдей биіктікте аппараттың артқы жағынан дыбыстан жылдам парашют шығарылады. Парашют ашылғаннан 15 секундтан соң жылу қалқанын тастайтын сәт келеді. 6 пиропатрон қатар іске қосылып, қалқанды аппараттан алысқа лақтырып жібереді де, ландер Марспен бетпе-бет қалады. Қалқан тасталғаннан 10 секунд өткенде пиропатрондар көмегімен 3 тіреу шығарылып, қонуға ыңғайланып бекітіледі. 1 минуттан соң қону радары қосылып, Марс бетіне импульстар жібере бастайды. Осылайша, аппарат өзінің биіктігі мен төмендеу жылдамдығын анықтауға тырысады. Марс бетінен 1,5 километрде ландер артқы аэроқабақшадан бөлініп, қозғалтқыштарын тұтандырады. Парашют пен қабықша оны басып қалмау үшін аппарат өте тез бұрылып кетуі тиіс. Және соңғысы, бетке жанасқан сәтте қозғалтқыштар дереу өшуі керек. Әйтпесе, аппарат аударылып қалады. Сонымен, ену, төмендеу, қону кезеңдерінің бәрі сәтті өтсе, Марс бетіне аман есен жетіп, ғылыми жаңалықтар ашуға дайын боламыз.